Агроценоздағы арамшөптер пәні арамшөптерді, олардың морфологиялық құрылысын, биологиялық ерекшеліктерін, зияндылығын, анықтау тәсілдерін және агрофитоценоздағы басқа өсімдіктермен әсерлеуін зерттейді. Бұл пәні ботаника, геоботаника, фитоценология ғылымдарының зерттеулеріне сүйенеді және агробиоценоздағы тірі организмдердің популяциялық және популяция аралық қарым-қатынас мәселелері зерттеледі. Арамшөптер негізінен ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін төмендетеді. Егістерде арамшөптердің қаптауы агроөнеркәсіптік комплекс проблемаларының бірі болып саналады. Топыраққа минералды тыңайтқыштар арқылы қанша қоректік заттар енгізілсе, сонша қоректік заттарды арамшөптер топырақтан шығарады. Арамшөптердің 1 килограмм құрғақ затының түзілуіне 250-ден 1000 литрге дейін су жұмсалады. Арамшөптер зиянкестер мен ауруларды тудырады, олардың ауыл шаруашылығы дақылдарын көлеңкелейді, топырақты құрғатады, егістік өнімділігін нашарлатады. Арамшөптер ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен зиянкестерінің тасымалдаушысы болып табылады. Олардың көпшілігі улы болып саналады. Бұл курсты оқу барысында арамшөптердің тұқымдық материалына, олардың жел, жануарлар, адам, су, құстар арқылы үлкен қашықтарға тасымалдауына мүмкіндік беретін үшпақ ілмек түрінде құрылғыларға топырақтағы сақталу ұзақтығы мен жоғары тіршілік қабілеттілік қасиеттеріне аса мән беріледі. Тамырсабақ, тамыршалар, мұртшалар және басқа да вегетативті мүшелер арқылы көбейетін көпжылдық арамшөптер туралы мәселелер бөлек қарастырылады. Арамшөптердің ботаникалық негіздерін, олардың классификацияларын зерттеу арамшөптерге қарсы күресті уақытылы жүргізуге мүмкіндік береді. Гербологияның ботаникалық негіздері арамшөптердің көп мөлшердегі әртүрлілігін, олардың классификацияланудың қажеттілігін көрсетіп отырады. Арамшөптердің ботаникалық классификациясы өндірістің міндеттеріне сәйкес келмейтіндіктен, егін шаруашылығында арамшөптердің негізгі биологиялық белгілері болып қоректену тәсілі, өмір сүру ұзақтығы және көбею тәсілдері бойынша өзіндік классификацияланады. Арамшөптердің негізгі биологиялық топтары ерекше өзгешеліктермен сипатталады. Классификация әр өсімдіктің арамшөптер топтарының биологиялық ерекшеліктерін білуге және олармен күресудің тәсілдерін дұрыс анықтауға мүмкіндік береді. Арамшөптердің экологиясы бойынша олардың көпшілігінің жоғарғы бейімделгіштігі қарастырылады. Бұл олардың барлық жерде таралуын себебі болып саналады.